Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай жыртылмай, езілмей, дана-дана болып пісетін мантыны бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге електе өткізілген ұн, содан соң салқын су, сосын жұмыртқа және тұз керек болады. Ең алдымен салқын суымызға жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне тұзды салып, жақсылап тұрып, барлығын араластырып аламыз. Біздің тұзымыз міндетті түрде толықтай еруі керек. Міне біздің тұзымыз еріді. Енді бұл сұйық массамызды ұнның үстіне құйып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Бірінші ыңғайлы болу үшін қасықпен осылай араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен қамыр илеуге кірісеміз. Егер де сіз менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыз, міндетті түрде жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда өте оңай әрі бір жасағаннан-ақ шығатын рецепттер өте көп. Сол үшін мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Міне біздің қамырымыз осымен дайын, кішкене қаттырақ осындай болуы керек. Енді бұл қамырымызды кішкене жұмсару үшін тындыруға целлофанның ішіне салып, бір жерге қойып қоятын боламыз. Енді мантының салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасы үшін бізге пияз және тартылған ет, сосын асқабақ, сосын қойдың майы және дәміне қарай тұз және қара бұрыш керек болады. Негізі мантының салмасын өздеріңізге ұнайтындай етіп жасай берсеңіздер болады. Бірақ та тура осы құраммен жасасаңыздар, орысша айтқанда біздің мантымыз сочный, күшті болып шығады. Сол үшін тура осы салманы қолдануға кеңес беремін. Бұл жерде көкөністерді, яғни асқабақ пен пиязды майдалап төртбұрышты етіп турап аламыз. Және қойдың майын да төртбұрышты майда етіп турап барлығын қосамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш және ең басты бізде құпия ол азғантай су қосып жібереміз де. Міндетті түрде қолымызбен жақсылап тұрып салмамызды араластырып алатын боламыз. Міне осымен мантыға арналған салмасы дайын. Енді қамырымызға көшетін боламыз. Біздің қамырымыз целлофанның ішінде шамамен 10-15 минут қана тұруы керек. Сол кезде қамырымыз жұмсарып, әрі біркелкі болады. Және целлофаннан шығарғаннан соң қолымызбен осылай илеп-илеп жібереміз. Сол кезде одан әрі біркелкі болып, жылтырақ әдемі қамырға айналады. Енді бұл қамырымызды 2-ге немесе 3 бөлікке бөлеміз. Мен бұл жерде 2 бөлікке бөлдім. Бөліктерге бөлгеннен соң әрқайсысын осылай дөңгелектеп қоямыз. Және қамырды жаю процесінде бір қамырды жайып жатқанда екінші қамырды міндетті түрде целлофанға салып қойыңыздар. Сол кезде жұмсарып, әдемі болып тұрады. Міндетті түрде ұнның көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз осылай қатты жіңішке емес, қатты қалың емес, осындай орташа жұқалықтар шығуы керек. Енді қамырымызды мантыларға арналған етіп төртбұрышлеп кесетін боламыз. Ол үшін қамырды осылай оқтауға жиналған күйінде осылай кезек-кезек беттестіреміз қамырларымызды. Видеодағыдай етіп жасаңыздар. Бұл әдіспен міндетті түрде жасаңыздар, өйткені мантыларымызға арналған қамырды бірдей етіп кесуге өте ыңғайлы әдіс. Осылай видеодағыдай етіп, өздеріңіз үлкен манты қалайсыздар ма, әлде кішірек, әлде орташа, осылай кесіп аламыз. Мен бұл жерде орташа етіп кестім. Енді кескеннен соң видеодағыдай етіп, әрқайсысын енді жеке-жеке жайып, үсті-үстіне қойып шығамыз. Енді осыны да төртбұрышты етіп кесетін боламыз. Және айта кететін бір нәрсе, қамырды жайып жатқан кезде ұнды көп қолданбаңыздар. Өйткені қазір мантыны түйген кезде біздің қамырларымыз бір-біріне жабыспай, солай қатып қалуы мүмкін. Қамырларымыздың барлығын осылай төртбұрышлеп кесіп алғаннан соң, барлығын әдемілеп үстелге жайып алатын боламыз. Барлығын әдемілеп жайып алғаннан соң үстіне салмаларымызды салып шығамыз. Барлығына біраз қасықтан салсаңыздар, сол жеткілікті.
Енді мантыны түюге кірісеміз. Ол үшін видеоны мұқият қарасаңыздар, түсінікті етіп көрсетілген. Осылай әдемі етіп әр бұрышынан ала отырып саусақтарымызбен жабыстырып шығатын боламыз. Егер де жаңағы айтқандай ұн көп қосып қойып, бірақ та жабыспай жатса, кішкене су қосып жіберіп, екеуін жабыстырып қойсаңыздар, солай жабысады. Және тағы да айта кететін нәрсе, біз қамырымызды екі бөлікке бөлдік. Содан соң салмасын да екі бөлікке бөлсеңіздер, салмасы да барлығы бір келкі болып жетеді. Сол лайфхакты қолданып көріңіздер. Мантыларымыздың барлығын түйіп болдық. Енді манты қазанымыздың листін міндетті түрде майлаймыз да, оның үстіне мантыларымызды тізіп қойып шығамыз. Қатты бір-біріне жабыстырып қоюдың қажеті жоқ. Осылай еркін, осылай әдемілеп қойып тізіп шығамыз. Мантыларымыз әдемі сочный болып шығу үшін тағы да бір лайфхак. Ол үшін мантыларымыздың бетіне осылай аз-аздан сұйық майды жағып шығамыз. Көп жағудың қажеті жоқ, бір-екі осылай жағып шықсаңыздар болады. Сол кезде біздің мантыларымыз әдемі болып қатып қалмай, күшті болып пісетін болады. Манты қазанымызды жоғары отқа қойып, үстіне су құйып, оның суын қайнағанша күтетін боламыз. Міндетті түрде осылай қатты қайнағаннан соң ғана мантыларымызды үстіне қоятын боламыз. Біздің мантыларымыз толықтай 50 минутта пісіп шығады. Бізде 50 минут өтті, мантыларымыз пісіп шықты. Қараңыздаршы, осылай қолмен көтеріп алғанда барлығы дана-дана болып тұр. Ешқайсысы жабыспаған, листке де жабыспаған және бір-біріне де жабыспай осылай әп-әдемі болып піседі. Егер де сіздердің мантыларыңыз бір-біріне жабысып, немесе құрғақ болып қалып жатса, міндетті түрде тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Және мен айтып өткен лайфхактардың барлығын қолданыңыздар. Сол кезде сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Мантының қалай күшті болып шыққанын жеткізу өте қиын. Сол үшін өздеріңіз жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, өте сочный, күшті болып шыққан. Міндетті түрде дайындап дәмін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан, барлықтарыңызға ас болсын.